АЭС салу туралы әңгіме басталғалы бері билік пропаганданы белсенді жүргізе бастады. Оның ішінде баспасөз құралдарын пайдаланып, қазақстандықтарды сендіруге тырысты. Ал нәтижесін сіз бен біз білеміз. 71% халық АЭС идеясын қолдады. Осы орайда біз АЭСтің артықшылықтары мен кемшіліктерін және одан келер қауіп туралы саралап көрдік. Қысқаша қорытынды айтатын болсам, жағымды жақтарына электр энергиясындағы дефицит мәселесін, парниктік газдардың азаюын және де жұмыс орындарының көбеюін айтуға болады. Ал жағымсыз сипаттарының арасында радиоактивті шығындылар мен қалдықтар және олардың утилизациясы мен сақталу проблемалары бар. Ал қауіптеріне келсек, сыбайлас жемқорлық мен құрылыс құнының белгісіздігіне байланысты қаржылай мәселелер объект құрылысына жауап беретін компания қай елдікі болатыны әзірге белгісіз. Алдымен жақсысынан, яғни артықшылығынан бастайық. Біріншіден, елдің энергетикалық жүйесінің 70% көмірге тәуелді. Екіншіден, электр энергия тұтыну көрсеткіші жыл сайын өсіп келеді. Бұған көмірден бас тарту деген Париж келісімін қосыңыз. Осының бәрі АЭС шешуі мүмкін деген гипотеза бар. Әрине, сценарий жақсы жағынан өрбісе. АЭС салудағы плюстердің тағы біреуі жұмыс орындары көбейіп, аймақ экономикасының дамуына үлес қосады. Мысалы, ірі АЭСте 10-ға дейін адам жұмыс істей алады екен. Бұл көрсеткіш күн және жел станцияларымен салыстырғанда көп болмағанымен, статистика бойынша АЭС қызметкерлерінің жалақысы осы секторда ең жоғарғы жалақы болып саналады. Біздің орташа жалақы өседі десейші. Ал енді кемшілігін айтайық. Келіңіз, бірге жамандайық. АЭСтің негізгі қауіптерінің бірі ол радиоактивті шығындылар мен ядролық қалдықтар. Қарапайым тілмен айтсақ, АЭСтен шыққан радиоактивті элементтер, яғни радиация аз болса да, адам денсаулығына айтарлықтай зиян етеді. Сондай-ақ түрлі аэрозөлдер үлкен аумақтарға тарап, жаңбырмен жерге қайта түсіп, қоршаған ортаға, әсіресе топырақ пен су айдындарына айтарлықтай зиян тигізеді. Мысалы, британдық ғалым Йен Ферли АЭСке жақын жерде тұратын балдар арасында қатерлі ісік ауруларының көбеюін радиацияның жүкті әйелдерге әсерімен байланыстырады. Келесі мәселе, егер Қазақстан уранды өзі байтатын болса, тек пайдаланылған ядролық отындарды жою мәселесі ғана емес, үлкен көлемде өте ұлы қалдықтармен де айналысуға мәжбүр болады. Уранды байыту үшін республикаға МАГАТЭ-ден рұқсат алумен қоса, құрылыс пен технологияларды сатып алу үлкен қаржылық шығындарды талап етеді. Көріп отырғандарыңыздай, АЭС процесі саусақ қимылдатсаң ақша талап етеді екен. АЭСтің тағы бір үлкен проблемасы бірнеше ұрпаққа дейін әсер ететін ядролық қалдықтарды утилизациялау мен сақтау мәселесі. Сіздерге қысқаша түсіндіріп кетейін. АЭСтен шыққан қалдықтарды қайта өңдеуге болады, немесе бір жерге мәлімбай жыл сақтаймыз. Пайдаланған отынды қайта өңдеу және оны қайта қолдану технологиясы айтарлықтай кең тарамаған. Қазіргі уақытта тек кейбір елдер осы технологияны қолданып отыр. Сонда бізге бірінші вариант, яғни пайдаланған отынды сақтаудан басқа амал қалмайды. Алайда бұның өзі оңай шаруа емес. АЭС құрылысы қаржылық тәуекелдермен қатар жүреді. Қазақстандағы АЭС станциясының құны 10-15 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Дегенмен бұл әлі нақты емес. Қазақстан әзір 4 елдің компанияларынан АЭС салу туралы ұсыныс алды. Бұл франциялық EDF, қытайлық CNNC, оңтүстік кореялық KHNP және де ресейлік Росатом. Нақты қандай келісім бар, қандай компания салатыны туралы әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Ал Роман Склярдың айтуынша, консорциум және оның қатысушылары туралы шешім 2025 жыл қабылданады. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?